Да, сразу тамақ заказ бердім. Камерадан қарасам, курьер апай екен. Салам. Мне что позвонили, а я думала, что я не в тот корпус пошла. Ой, Да. а вот еще ваши. Иногда же вам чаевые же оставляют, чай на чай. И самый максимум это сколько было у вас? Не знаю, 600, 700, 700? 800, да, по-разному. Давайте у меня пусть будет. Ой, не надо, что? Это вам на чай. Нет, спасибо. Нет, это вам. Нет, нормально. Это просто от меня такой Спасибо подарок. большое. Все, Да, давайте. Сразу мен адамдарды танимын да. Жаңа камерадан бүйтіп қараған кезде бір эмоциональный, жақсы тәте сияқты екен көрінді да. Мәз болып кеткен шығар енді. Бір мәз қылдыратын бар да иә. Бірақ енді заказ берген тамағым кішкене не істеп кетіпті. Сорпа ғой төгіліп кеткен ғой көрсеңдерші. Мама көрсе көттің дайырады. Ну, зато мәз болды. Айтпақшы осы нәрселер білесіздер. Пинкода Son of Egypt деген слот бар. И мен промокодым емес, сіздер 100 приспен ала аласыздар. Оны да білесіздер ғой енді. Міне. Қалайсың? Жақсы. Неге кеш болған кезде далада жүрсің? Футбол ойнағанбыз. Сосын? Болды. 4 сағат футбол ойнадым, 5 сағат. 4 сағат па? 5 сағаттай. Тағы бір 4 сағат ойнай жүрмедім бе? Сразу қазір. Сол барайын деген мен негізі. Түн болды ғой, түн болды. Как раз түн болып, ары қарай уже таң атқан кезде асықпай келетін едім, иә, үйге қарай. Қазір негізі балалар көп қой. Сонда қазір таңға дейін футбол ойнау мода болып жатыр ма? Таңға дейін? Жоқ, таңға дейін мода болып жатқан жоқ. Енді? Кешке шейін мода болып жатыр. Кеш болды ғой, түн болды ғой, келмейсің ба үйге? Обязательно звондап шақыру керек па? Нормально ғой, 7:30 болды ғой. Айтпасам жүре берейін деп тұрсың, 9:30, 10:30, 1:30-ға дейін. Жоқ, жүре бермеймін. Қашан келетін едің, айтшы, звондамасам қашан келетін едің? Конкретно. Наверное, 8:00-де. Өтірік соқпа, дос, мен саған айтайын, сен 8:00-де келмейтін үйге. 8:00-де енді асықпай кроссовканы байлап, там екінші тайм деп бастап деп тұрсың ғой тағы. Өтірікші болып баратсың что-то. Айтал тағы, не жаңалық болып отыр? Өміріңде, жалпы, жеке өміріңде. Жаңалық па? Қыздар не болып жатыр? Скоро каникул. Сосын? Сосын... Қыздар жағы қалай болып отыр, қыздар жағы? Дым болып отқан жоқ. Қыздар жағы. Дым болып отқан жоқ. Кішкене бір қыз тастап кетіп едің ғой, сол жылап жүрген жоқ па, жазып? Контент жағы қалай болып отыр? Блогер боламын деп отыр едің ба, нәрсе ол? Сол. Идея жоқ болып тұр. Кризис па? Творческий кризис болып тұр ма? Қарның аш па? Нормально. Жарайды. Осы, короче, жағдай. Тілек, шашым май болып тұр ма? Я көрініп тұр ма екен. Қаншалықты көрініп тұр? 80% көрініп тұр. Кішкене анда, бүйтіп кішкене сықсаң анау сковородкаға бүйтіп май болып, сосын ара картошка қуыратындай болып тұр ма? Дәл солай болып тұр. Кәдімгі бір кішкене бір тартып жүрмедіңіз ба бір? Не тартам енді? Тыдың деген бар еді. Все, қазір мен, короче, басын жуқсам, сосын ана трендті түсірейік. Короче, мен саған дейін деген, білесің ба трендті? Саған дейін білмеймін. Скоро білесің онда күтедір. Так, енді шаш қалай болып тұр? Кайф болып тұр ғой. Точно кайф болып тұр ма? Точно ғой. Вот, короче, қазір мынандай видео түсіреміз. Типа, я до тебя деген. Ол не деген сөз? Саған шейін ба? Саған дейін деген. Это типа, мысалы мен айтамын, мен саған дейін мынандай болмаппын. Сен пайда болғаннан кейін осындай болдың деген сияқты тренд қой. Түсіндің ба, түсінбедің ба? Түсіндім. Болды, қазір бастаймыз онда. Кет бұрал. Мен сіз бірінші болдыңыз ғой. Мен саған дейін ешқандай балаға өйтіп ұзақ уақыт қарамағам, памперсін ауыстырып, сүт беріп, тамақ беріп, шығып қойса бүйтіп влажный салфеткамен сүртіп, ешкімге өйтіп қарамағам. Мен сізге дейін қатты таяқ жемегенмін. Енді басқа кімнен таяқ жейсің? Қуасың ба? Сен қалай анау детская травмаң бар ма? Мен саған дейін кішкентай бір очкаң болса, қандай кайф екенін білмедім. Мен сізге дейін бұндай правиласыз, короче, правила қойып жүрмеген, короче. Қандай правила? Айтып жүрсе енді? Әртүрлі, да? Короче, уақыт бойынша жүретін правила, там, түшу дегендей, да? Нормальный зат қой енді.
Мен саған дейін ешқандай балаға қатты етіп не ұрғым кетпеген. Ей, мынаны істемесей, неге аяғын сасып жатыр деп ондай болмаған. Мен сізге дейін... Сізде бар ма? Жоқ, айта бер. Болмай тұр. Айта бер. Болмай тұр менде. Жоқ, тапсаң. Енді сен типа маған дейін қандай типа деген сияқты бар ғой. Бар ма жоқ па сізде? Сен неше? Жоқ болып тұр. Қазір поқалады кетірсек. Сізге дейін андай шетелдерге көп шығып көрмеген, короче. Дубай дегенде мысалы. Дубайға шығып көрмеген. Мен саған дейін үйдегі бүкіл заттардың бәрін мен істейтінмін бұрын. Ыдыс жуып, пол сүртіп, сондай. Өмір мен істейтінмін. Сізге дейін бірінші айфонды алмаған. Мен саған дейін үйге келген кезде өмір ашып пысадым. Деген емес, мен сізге дейін болғанда, мен сен туылғаннан бері қасында жүрмін ғой. Білем ғой. Енді айтып тұрмын ғой жаңа сіз бірінші туылдыңыз ғой деп. Енді мен сенің қасында өмір бақи жүрмін ғой, значит, тренд бізге келмейді екен ғой. По-любому ғой. Болды да. В общем, мафия ойнауға шығып бара жатырмын. Қып-қызыл болып бармақ қойын деп жатырмын. Сонда киіп жатырмын. Қызық болады ау қазір. Шалбан таптың ба, Тілек? Босай. Түрсіме шықпайды шығармын. Босай. Ой. Тұр ғой міне, ей. Ләз, деп атам жоқ қойды еще. Сразу нас убили. Почему? Біз ұнамай қалған сияқтымыз. Кресло өліп қаласың ғой сразу. Телефонға кіріп кеттім ана на секунд, 20-30, и все начали уже на меня. Просто сөйлемей қалдым в моменте, и там реакция кетті. И то, что көзбен бүйтіп қалғанға тоже, опять же, странно это очень. Просто это было, я подумала. Ал енді бізде почти қайырлы таң болады. Қазір таңғы 4 болып жатыр. Тәтелер, оказывается, үй дайындап, өздерінің үйлерін, вообще ешкім тұрмаған үй дайындап бізге күшті осындай дастархан жайып қойыпты. Мына жақта Гүли тәте, Мадина тәте, біздің армияның басшылары ғой. Ол тәтелердің өздері енді танысып жатыр, күшті қылып осылай дастархан жайып қойыпты. Рахмет, көп-көп, Алла разы болсын. Қасымызда Алибек бар. Ыстықтай қылып плов жасап, саған нан, қаттамалар. Енді ұялып кеттім, шынымды айтсам ше, бұл кісілерді әуре қылып қойған сияқты болдым. Алла разы болсын, өте қуаныштымын. Енді бұйырса танысқаныма қуаныштымын, өмірде көріп. Бұйырса енді ертең арғы күндері барынша басқа да қолдаушылармен жолығуға тырысамыз. Сәресін ішуге, ифтар ішуге, құдай қаласа. Сол, рахмет. Біз атақты бүкіл жерде прям танымал болып жүретін Бішкекте Дордой базарына келдік. Енді бұл жаққа соқпай кетсең қате ғой. Сол үшін Наргиз тәтенің осы жақта өзінің бутигі бар, яғни өзі бренд арнайы тігеді. Күшті басқа мемлекеттерге, біздің Қазақстанның әртүрлі қалаларына андай оптом жіберіп отырады. Сонымен осындай күшті көйлектер көрсетіп жатыр. Мен алған көйлекті бұйырса нан сиреневый цветін алдым. Бұйырса эфирге киіп шығамын. Алғанда тәте сыйлап жатыр, ал деп қоймай 2-3 көйлегін беріп жіберді. Өте әдемі. Бұл жақтан қайталанбайды ғой, әркім өзінің идеясымен тіккеннен кейін өте күшті киімдер бар. Сол. Қандай бренд? Angel деген брендпен тәте тігеді екен. Если что, Қазақстанда бізде оптом товар алатын адамдар болса, Наргиз тәтеден алсаңыздар, күшті екен идеясы, вкусы. Қайырлы кеш баршаңызға, қалайсыздар? Мен Қырғызстанда жүрсем де, Бішкекте болсам да, өзімнің оқырмандарыма әрдайым барынша пайдалы ақпаратпен бөлісіп жүремін. Қазір білесіздер, жас келе жатыр. Осы өмір бойы бір арықтауға тырысып, бірақ ешқандай нәтиже көрмей жүрген қыздар, жандарым. Бір нәрсені біз түсінуіміз керек та, артық салмақ, яғни мысалы, үстің астында